демалыс күнге қандай жоспарларыңыз бар? Менде керемет ұсыныс бар. Отбасымызбен бірге мұражайды барып, мұражайды аралайық. Және де мұражайдың жанына атадан мал қалғанша бақ қалсын дейді. Мұражайдың қасына талай киік отбасымызбен бірге. Бұл жоспар керемет екен. Онда барлығымыз мұражайға барайық. Сендерге арналған барым. Көрдің бе, мынау біздің ежелден келе жатқан бабатастарымыз және ескерткіш тастарымыз, құлпытастарымыз. Осы арқылы батырлар және де барлық заттардың өзінің бейнесімен қойылған. Жүр балам. Көрдің бе, Қазақстанда аң құстар өте көп. Сен мына құстың қандай құс екенін білесің бе? Бүркіт. Бүркіт, иә. Бұл бүркітті қайда көрдің? Бұл біздің көк туымызда бейнеленген, иә? Қызым, мынау құрт оқитын аспап. Бұны әжелеріміз пайдаланған. Бұны мен сенің мамаңа да үйретемін. Бұны киіз үйлерде пайдаланған. Мынау аспаптары. Қызым, мынау әшекей бұйымдар. Әже, бұл неден жасалады? Қызым, бұл әжелер тағар. Күмістен жасалған. Мұражайды айналып біраз құнды дүниелерді біліп алдық. Ал енді сыртқа шығып, талай киік. Батасыйым, тербелген даламның гүлі, ыстық қой шуақты күні, әлдейлеп әнге салатын, қастерлі анамның үні. Өз үйім ошағым менің, сарқылмас үмітпен сенің, киелі туған топыраққа тартады балалық сезім. Өз үйім ошағым менің. Ал енді тағы қалай болып не істейміз? Біздің Айдын болашақ чемпион. Айдынның жаттығу залына бар. Тамашалайық. Ал Айдын балам, саған бата берейін, қолын жайық. Ал Айдын балам, еліміздің көк туын желбірете бер, биіктерден көріне бер. Еліміздің мақтан тұтар азаматы бол. Әумин. Біз бақытты отбасы